Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Бүгін болгар бұрышынан лечо салатын жабатын боламын. Алдын ала банкілерімді булап алдым. Қақпақтарымды да ыстық суға қайнатып алдым. Енді қызыл болгар бұрышын жуып тазалап, бәрін бұрыштап тураймын. Мұны көріп отырғандарыңыздай осылай бұрыштап турап аламын. Қызыл болгар бұрышын алғандарыңыз дұрыс болады. Сары болгар бұрышын қоссаңыздар да болады. Сарымсағымды осылай қолмен турап алдым. Езгіштен өткізсеңіздер де болады, бірақ дәмі басқаша болады. Екеуінің дәмі екі түрлі болып шығады. Ал ет тартқыштан помидорымды өткізіп алдым. Үлкен ыдысқа құйып, помидордың соғын қайнататын боламын. Отқа қойып, помидордың соғын 25-30 минут қайнатамын. Қайнап шыққан кезден бастап есептейміз. Мінекей қайнап шықты. Томаттың, помидордың соғы араластырамын. Жақсылап араластырып аламын. Көбігін алмаңыздар. Қайнаған сайын араластырып отырыңыздар. Сол кезде өзінің көбігі кететін болады. Помидордың соғы 25-30 минут қайнаған соң жақсылап қайнаған кезде болгар бұрышын салатын боламын. 25-30 минут қайнатамыз. Мені болгар бұрышын салып жатырмын. Барлық бұрыштарымды салып болған соң, жақсылап бір рет араластырып аламын. Жақсылап араластырамын. Енді осы қайнағанын күтемін. Тағы да қайнап шыққан соң, жақсы қайнаған кезден бастап сағатымызды белгілейміз. Болгар бұрышын 10 минут қайнатамын. Тұзымды саламын. Мен 4 ас қасық тұз салдым. 150 грамм құмшекер салдым. Тағы да жақсылап бір рет араластырам. Осы болгар бұрышымызды 10 минут қайнатамын. Жақсы қайнауы үшін қақпағын жауып қоям. Мені қайнап шықты. Енді шит майымды құямын. 150 грамм. Тағы да жақсылап араластырам. Қақпағын жауып 10 минут қайнатамын. Енді сарымсағымды саламын. Тағы да бір рет араластырам.
Қақпағын жауып қайнатамын. Сарымсақты салғаннан кейін де сарымсақты 10 минут қайнатамын. Қара горошь бұрышымды салдым, лавр жапырағын салдым. Барлығын салып, тағы да араластырамын. 10 минут қайнатамын. Он минуттан кейін 2 ас қасық 9% уксусымды құямын толтырып. Тағы да жақсылап араластырып, қақпағын жауып 5 минут қайнатамын. Мені көріп тұрғандарыңыздай салатым дайын болды. Тағы да бір рет араластырамын. Болгар бұрышы, чеснок бәрі пісті. Енді алдын ала булаған банкыма салатымды құямын. Салатымның түсі әдемі болып шықты. Банкымды толтырып құямын. Құйып болған соң крышкасын жауып, барлық банкілерді осылай толтырып құйып аламын. Құйып болған соң қақпағын жақсылап жабамын. Көріп отырғандарыңыздай мені барлық банкілерімді жауып алдым. Мен 2 литрлік банкіге жаптым. 4 банк шықты 2 литрліктен, барлығы 8 литр салат шықты. Осы рецепт бойынша 8 литр салат шығады. Түсі де әдемі болып шықты. Енді барлық банкілерімнің крышкасын төмен қаратып, банкымызды жылы жауып, 1 суткаға қоямын. Бір сутка өткен соң банкілеріңізді алып, салқын жерге сақтасаңыздар болады. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, подписаться етіп, комментарий жазу.